Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыз проблемаға бағытталған оқыту бойынша жоспарланып, мынандай кейс дайындалған. 25 жастағы науқасқа бас ауруына жайсыздық пен ұйқысыздық шағымдары бойынша дәрігер бастапқы психотикалық белгілері жоқ деген диагноз қояды. Дәрігер бірінші күні науқасқа 20 миллиграммдық флуоксетин капсуласын күніне 2 рет ішуді тағайындайды. Екінші аптада науқастың дене температурасы көтерілгендіктен дәрігер тағы да 400 миллиграмм ибупрофен препаратын күніне 2 рет ішуге кеңес берді. Ибупрофен препаратын 3-ші күні қабылданғаннан кейін науқастың асқазан ішек жолдарынан қан кетуіне жағымсыз реакцияға байланысты емханаға келгені тіркелінді. Осы кейс бойынша сіздерге қойылатын талап ұлттық сараптама орталығының фармакологиялық қадағалау департаментінің эксперттері ретінде дәрілік заттың жағымсыз реакциясын және қолдану арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтау. Сальванцев Кугиома, Сильвестрий Яковлевич. Рисунок. Волга. Жасаңызды. 03-45-66-78-55-04. Қандай шағымен кетіп тұрсыз? Менің басым ауырып жоқ. Түнде ұйқысыздық мазалайды. Дұрыс ұйықтай алмаймын, содан күнім сәтсіз өтеді. Барлығына айғайлаймын, агрессия. Сіз алдында бізге қаралған бердіңіз? Иә. Қандай дәрілер, препараттар? Маған депрессияның екінші стадиясын қойды, дәрежелі депрессия деді. Сөйтіп, флуоксетин деген препарат қабылдап уже екінші ай кетті да. Екінші ай қабылдап онымен сопутствующий жағына қандай дәрілер препарат қабылдап жатсыз ба? Жоқ. Тек қана успокаивающий шайлар болды. Басыңыз қалай ауырады? Қысып тұрғандай ауырады кәдімгідей. Түнде содан ұйықтай алмайсыз, иә? Иә. Онда мен сізге ибупрофен жазып бере қояйын. Ибупрофенді күніне 2 мезгіл ұйықтар алдын ішіңіз, 400 миллиграмм қабылдаңыз. Тамақтан кейін ішсеңіз де болады, міндетті түрде. Және де пока осы препаратты ғана көрейік, бір апта. Егер де тағы да бас ауруыңыз қоймаса, онда тағы келерсіз. Саламатсыздар ма? Қызы бізге жедел жәрдем көлігіне сіздің пациентіңізге түсті. Жүсіпова Лаура Сейілханқызы. Ол кісіде асқазан ішек жолдарынан қан кетулер болып жатыр. Сол себепті біз көмек көрсеттік, бірақ сізді бас дәрігер шақырып жатыр. Қазір. Біз Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментіне келіп отырмыз. Менің есімім Орынбекова Альбина және медициналық қызметті бақылаудың маманы Шынбек Мөлдер болады. 23 қараша күні ұлттық сараптама орталығына сіздің номер 20 ауруханаларыңыздан карт хабарлама келіп түсті. Сол бойынша не айтасыз? Иә, біз бұл жағдайдан хабардармыз. Науқас осы шағым бойынша біздің ауруханаға келіп түскен болатын, және де біз осы науқасқа жедел медициналық көмек көрсеттік. Қазіргі таңда біз медициналық қызметкерлермен осы қателік бойынша жұмыс жасап жатырмыз, және де қазір осы жерге мен науқасқа жауапты дәрігерді шақырамын. Бұл карт хабарлама бізге Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 15 қарашадағы денсаулық сақтау министрінің 32 бұйрығына сәйкес
дәрілік медициналық тексеру кезінде және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналыс саласындағы сапа салаларына өлшем шарттарын жасау кезінде және тексеру парақтарын бекіту туралы 205 тарауға сәйкес берілген субъектілерді тексеру кезінде сіздерде өрескел бұзушылық дәрежесі анықталды. Біз осы қателік бойынша медициналық қызметкерлермен консилиум өткіздік. Нәтижесі бойынша осы консилиумнан науқас бізде флоксетин, яғни антидепрессанты тобына жататын дәрілік препаратпен қабынуға қарсы стероидті емес дәрілік зат ибупрофенді бірге қабылдаған. Бұл сәйкесінше фармакологиялық сәйкессіздікке әкеліп соқтырады, және де осы екі препаратты бірге қабылдау бұл жағымсыз әсерлер асқазан ішек жолдарының трактісында қан кету қаупін жоғарылатады. Қателік бізде дәрігердің рецепті, яғни дәрілік затты дұрыс тағайындамауынан туындап отыр, және осы қателік бойынша қазіргі таңда біз медициналық қызметкерлермен жұмыс жасап жатырмыз. Біздің сайтымызға дәрілік заттардың жағымсыз реакциясы туралы карт хабарлама келіп түсті. Хабарлама типі бізде өздігінен келіп түскен 24 қазан күні. Күдікті препаратымыз бізде ибупрофен болып табылады. Пациент туралы ақпарат беретін болсақ, бізде Жүсіпова Лаура, оның жасы 25-те, жүктілік жөніндегі ақпараты жоқ. Бізде клиникалық диагнозы бас ауыру болып табылады, ал ілеспе диагнозы жеңіл дәрежелі депрессия. Ең бірінші бізде препаратты қабылдаған күні 24 қазан, аяқталған күні 6 қараша болып табылады. Қабылдау жиілігі 5 күнге тағайындалған дәрі препаратымыз күніне бір реттен, жанама әсері 3 күннен кейін осы асқазан ішек жолдарында қан кету байқалған. Енді осы мәселе бойынша маман ретінде не айта аласыздар? Жағымсыз реакциялар бойынша флуоксетин мен ибупрофен дәрілік препараттары сақталу шарттары дұрыс. Қазақстан Республикасында дәрілік зат тіркелген. Жаңа мәселелеріне келетін болсақ, флуоксетин денсаулық сақтау министрлігі бекіткен нұсқаулықтары бойынша диарея, жүрек айнуы, диспепсия, дәм сезімінің бұзылуы, ауыз қуыс ішінің кебуі болады. Сонымен қатар жыныс қызметінің бұзылуы, шаштың түсуі болады. Сізде ибупрофеннің жаңа мәселелері қандай? Ибупрофенге келетін болсақ, жаңа мәселелері жүрек айну, ас қорытының бұзылуы, іш қату болады, және де сирек кездесетін жаңа мәселелері де бар. Ол бізде өңештің ойық жарасы, жүрек жеткіліксіздігі, қандағы калий деңгейінің жоғарылауы болады. Сонда жаңа мәселелер неден пайда болып тұр? Бізде сіздердің айтып кеткен ақпараттарыңызға сүйенсек, флуоксетин мен ибупрофен екі дәрілік затын қабылдаған кезде олардың дозалары, қабылдау шарттары, сақтау шарттары дұрыс сақталған. Алайда екі дәрілік заттан болған жағымсыз реакция бұл екі дәрілік заттың фармакологиялық сәйкестігінен орын алған. Яғни бізде флуоксетин дәрілік заты ибупрофеннің метаболизміне жауапты фермент CYP2 ферментін тежейді. Соның әсерінен бізде ибупрофеннің организмдегі мөлшері ұлғайып кеткен. Науқаста бізде ауыр интоксикация орын алған. Қан кету себебі неден болып тұр? Жалпы флуоксетин басқа серотонинді кері қармаудан селективті ингибитор сияқты тромботицтердің қызметін бұзады. Ибупрофенде тромботицтердің агрегациясын төмендетеді. Сондықтан да екеуін бірге қолданған кезде әсіресе асқазан ішек жолдарында қан кету қаупін жоғарылатады. 320 бұйрық бойынша жағымсыз реакция мен дәрілік заттарды қабылдау барысындағы себеп салдарлы байланыстың сараптама қорытындысы бойынша бізде науқаста ең бірінші асқазан қабыну байқалған. Бірақ оны бізде дәрігер ескермеген. Сол себептен осы флуоксетин мен ибупрофенді қабылдаған жағдайда, бірге препаратты қабылдаған жағдайда бізде асқазан ішек жолдарында қан кету байқалған. Құрметті студенттер, бүгін проблемаға бағытталған әдісін қолданған сабағымыз сәтті аяқталды деп ойлаймын. Біздің фармацевтикалық көмек осы пәніміздің 6 тақырыбын ойдағыдай игердік. Сіздерге сәттілік тілеймін. Көптен көп рахмет.